Украинада украин тілінің 10 елігі башланды. Мұнасив ферманы Петро Порошенко Ивано-Франкивск велиеті мектеплерінің бірінде имзалады. Президент қайд еткені кебі украин тіліні қорумақ керек. Тіл миллетні бірлештірежек, инкишафны темин етежек эсас шейдер. Украин тілінің девлет статусыны әрангисада пекетмек керек. Бұ милли медениетінің инкишафына ве дүнияға бүтінлешівіне имкан яратacak, деп қайдетті президент Петро Порошенко. Відбувається історична подія. Тарихи вақия олып кече, украин тілі статусын куетлештірілмесі бойынша әджеле черелер ақында ферманны имзалайым. Әмді Украинада якене медениет алының тешкил олынмасы ақында. Менимже бұнымында Прикарпатьеде япқаным пек тимсалидер. Бұ ферманын копиясы мектебінізде қалдырырым. Бұның не ерде олғанны әр вақыт ақланызда тұтарсыныз.